Баршаңызға сәлем. Бұл видеода құрманың пайдасы туралы айтатын боламын. Каналға тіркеліп, видеоны соңына дейін көріңіздер. Құрма дәруменге бай жеміс түрі. Бұл жеміс көбіне Рамазан айында дастарханымыздан табылып жатады. Ал бүгінде ғалымдар дәруменге бай бұл жемісті жиі тұтынуға кеңес беріп отыр. Қан аздыққа пайдалы. Темірге бай болғандықтан, бір адам күніне 15 дана құрма жесе, денедегі темір қажеттілігін қамтамасыз еткен болады. Және темір жетіспеушілігінен пайда болатын аурулардан сақтанған болады. Миды және жүйке жүйесін тынықтырады. Олардың жұмыс істеу қабілетін жақсартып, сергіткіш әсер береді. Күніне 3 құрма жеудің пайдасы. Құрма құрамында калий мөлшері өте көп. Ол жүректің қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Бұл өз кезегінде жүрек аурулары мен талмасының алдын алады. Құрмалар бауырды токсиндерден тазалауға көмектеседі. Сондай-ақ цирроздың пайда болу қатерін төмендетеді. Құрмалар көз жанарының көру қабілетін жақсартуға қабілетті. Тіпті сәбізден де пайдалы. Себебі құрамында А дәруменінің мөлшері көп. Егер өзіңізді сергек әрі қуатты сезінгіңіз келсе, құрма жеп тұрыңыз. Бар болғаны 3 құрма жесеңіз, бір күнге жетерлік энергия аласыз.